Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 86-ші сабақты өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін, тәуелдеулі зат есімдердің септелуі. Яғни бүгінгі сабақта біз тәуелдеулі зат есімдер септелгенде қай септіктің жалғаулары өзгеретінін білетін боламыз. Алдымен 7-ші жаттығуға қарайық. Өлеңді оқып, табыс септіктегі зат есімдерді тап дейді. Енді өлеңді оқиық. Оның зерлі табағы солай айла табады. Күн ысымай тұрғанда қауа шағын жабады. Оның зерлі табағын бал арасы табады. Алатынын бақбақтан түске шейін алады. Өлеңнің авторы Қадыр Мырза Әли. Енді тапқан сөздеріңді сөз құрамына талда дейді. Яғни табыс септігіндегі сөздерді тауып балалар талдау жасайық. Өлеңнің ішіндегі табыс септігінде тұрған екі сөз бар: қауашағын және табағын. Енді қауашағын сөзін талдайық. Алдымен сөздің түбірін табайық. Түбірі қауашақ. Не, яғни бұл зат есім. Енді бұл тәуелдік жалғауының үшінші жағы, яғни оның қауашағы. Және бұл табыс септігінің жалғауы. Екінші табағын деген сөз түбірі табақ, яғни не, бұл да зат есім. Табағы, оның табағы тәуелдік жалғауының үшінші жағы, оның табағын, яғни бұл табыс септігінің жалғауы болады. 8-ші жаттығу: берілген сөзді септе дейді. Бізге жылқысы деген сөз берілген, және бұл сөзді септегенде қай септік жалғаулары өзгерді дейді. Бастайық енді. Атау септігі жылқысы, ілік септігі жылқысының, барыс септігі жылқысына, табыс септігі жылқысын, жатыс септігі жылқысында, шығыс септігі жылқысынан, көмектес септігі жылқысымен. Яғни бұл жерде балалар осы сөзді септеген кезде өзгерген жалғаулар бұлар барыс септігінің, табыс септігінің және жатыс септігінің жалғаулары өзгеріп тұр бізде. Енді бізге ереже беріліпті, соны мұқият оқып, есте сақтайық. 3-ші жақтағы тәуелдеулі зат есімдер септелгенде төмендегі септіктерге мынандай септік жалғаулары жалғанады. Барыс септігіне не, яғни досына, дәптеріне, табыс септігі ол досын, дәптерін болады. Жатыс септігі інде, сонда досында, дәптерінде. Балалар осыны есте сақтайық. Келесі бізде 9-ші жаттығу. Төмендегі сөздерді пайдаланып, өтірік өлеңді қалпына келтіріп жаз делінген. Яғни бізге астына керекті сөздер берілген: аяз, түнек, ай, бас деген. Осыларды біз өзіміз табыс септігінде, ілік септігінде, жатыс септігіне және барыс септігіне қойып отырып, осы өлеңді жазуымыз керек. Жарып өтіп түнекті, жеттім айдың қасына. Түнгі аязды күн өтті, тымақ киген басына. Яғни түнек сөзі біз түнекті деп табыс септігінің жалғауын қосып өзгерттік. Ай деген сөзді айдың деп ілік септігінің жалғауын жалғадық. Түнгі аязды күн өтті деген сөзде аяз сөзіне жатыс септігінің жалғауын жалғадық. Ал тымақ киген басына дегенде басы сөзіне деп, яғни барыс септігінің жалғауын жалғадық. Сонымен ол өлең осылай жазылады балалар, яғни бір өтірік өлең. Келесі балалар бізде 10-ші жаттығу. Сызбаны пайдаланып зат есімді тіркес жаса дейді. Яғни бізге зат есімдер, одан кейін оған септік жалғауларын жалғап, ары қарай етістікке қосуымыз керек. Сонда бізде ағасына көмектесті, ініңе үйретті, үйінде көрді, досын шақырды, терезені ашты, мәуленге берді. Келесі балалар 11-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Қарамен жазылған сөздерді көшіріп жазып, сөз құрамына талда. Олардың қай септікте тұрғанын айт дейді. Бізге қырғауыл деген мәтін беріпті. Алдымен осы мәтінді оқиық. Қайрат жазғы демалыста ауылға барды. Атасына шөп орысып жүрді. Бірде қамыс арасындағы соқпақпен үйіне қайтып келе жатты. Күн ыстық. Алдыңғы жақтан пыр етіп қырғауыл ұшты да қайта қонды. Қайрат тұра жүгірді. Қуалап жүріп ұстап алды. Ата, қандай әдемі, деді жотасынан сипап. Енді мұны асыраймын. Атасы қырғауылды қолына алып қарады. Аяғы сынған екен. Қалтасынан қолорамалын алып жыртты да қырғауылдың аяғын таңып ұшырып жіберді. Балдырған журналынан. Енді балалар мәтінді оқыдық, ал енді тапсырмаларды орындайық. Бұл жерде берілген тапсырма қарамен жазылған сөздерді көшіріп жазып, сөз құрамына талда дейді. Және олардың қай септікте тұрғанын айт дейді. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер ауылға, атасына, үйіне, қырғауылды, қолына, қалтасынан, орамалын және аяғын. Ауылға, түбірі ауыл, не, зат есім. Ға, бұл жалғау барыс септігінің жалғауы. Одан кейін атасына, түбірі ата, кім, яғни бұл зат есім.
Атасы, оның атасы бұл жерде тәуелдік жалғауының үшінші жағы болады. Енді атасына деген кезде на бұл бар септігінің жалғауы. Үйіне, түбірі үй, не зат есім, үйі, оның үйі тәуелдік жалғауының үшінші жағы, үйіне қайда, яғни бұл не бар септігінің жалғауы. Қырғауылды, түбірі қырғауыл, д деген ол табыс септігінің жалғауы. Қолына сөзінің түбірі қол, не зат есім, тәуелдік жалғауының үшінші жағы, ал на сөзі, яғни қолына, ол бар септігінің жалғауы болады. Қалтасынан, түбірі қалта, зат есім, яғни не деген сұраққа жауап береді. Оның қалтасы тәуелдік жалғауының үшінші жағы, оның қалтасынан, яғни кімнен, неден, қайдан деген сұраққа жауап беретін, бұл шығыс септігінің жалғауы екен. Одан кейін қол орамалын, түбірі қол, не зат есім, орамал, яғни бұл екі сөз қосылып жасалған, қол орамал деген сөз. Қол орамалы, оның қол орамалы тәуелдік жалғауының үшінші жағы, ал оның қол орамалын дегенде ны табыс септігінің жалғауы болады. Аяғын, түбірі аяқ, оның аяғы тәуелдік жалғауының үшінші жағы, және ны бізде табыс септігінің жалғауы болады. 12-ші жаттығу. Әріптерден Б әрпінен басталып, Н әрпінен аяқталатын құстың атауын тауып оқы. Тапқан құстың атын түбір күйінде және тәуелдік жалғауын жалғап септе дейді. Жауабы бір қазан болады. Енді осы құстың атын түбір күйінде және тәуелдік жалғауын жалғап септеп көрейік. Атау септігінде бір қазан. Менің бір қазаным, екінші жақта сенің бір қазаның, үшінші жақта оның бір қазаны. Ілік септігі бір қазанның, бірінші жақта бір қазанымның, екінші жақта бір қазаныңның, одан кейін үшінші жақта бір қазанның, оның бір қазанның, яғни бар септігінде бір қазанға, бірінші жақта менің бір қазаныма, екінші жақта сенің бір қазаныңа, үшінші жақта оның бір қазанына. Табыс септігінде бір қазанды, бірінші жақта менің бір қазанымды, екінші жақта сенің бір қазаныңды, үшінші жақта оның бір қазанын. Жатыс септігінде бір қазанда, бірінші жақта менің бір қазанымда, екінші жақта сенің бір қазаныңда, үшінші жақта оның бір қазанында. Шығыс септігі бір қазаннан, бірінші жақта менің бір қазанынан, екінші жақта сенің бір қазаныңнан, үшінші жақта оның бір қазанынан болады. Көмектес септігі бір қазанмен, бірінші жақта менің бір қазаныммен, екінші жақта сенің бір қазаныңмен, үшінші жақта оның бір қазанымен. Тура осылай болып орындалады балалар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп және лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.